Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен тез дайын болатын шелпек түрін пісіретін боламыз. Ең бастысы ашытқысыз. Олай болса бізге керегі бір жұмыртқа, бір ас қасық құмшекер, кішкентай қасықтың ұшымен ғана тұз, барлығын осылай жақсылап араластырып аламыз. Құмшекер мен тұзымыз ерігенше бір ас қасық майонезімізді қосып оны да араластырып аламыз. Мінекей қамыр көтергішімізді, қопсытқышымызды қосып, бір шай қасық оны барлығын жақсылап араластырып, сүтіміз бен суымызды құятын боламыз. Сүтіміз бен суымыз жылы болу керек. Егер сүттеріңіз суық болса, үстінен ыстығырақ суымызды құйып, жылы массада құюымыз керек. Одан кейін ұнымызды салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қатты жұмсақ болып кетпеу керек. Қатты болып қалмайтындай, бір елкі болып шығатындай қамырымызды илеп, бір 5 минутқа тындырып қоятын боламыз. Міне ұстағанда осылай қолдарыңыздың, саусақтарыңыздың ізі қалатындай илейміз. Одан кейін алып, бөліктерге бөліп, күлшелеп қоямыз да, бірден пісіре берсеңіздер де болады. Немесе 2-3 минут тындырып, одан кейін домалақ етіп жайып алып, пісіре берсеңіздер де болады. Майларыңызды қыздырып қойсаңыздар осы кезде. Одан кейін бірден пісіре берсеңіздер де жаңағындай көп тындыруды қажет етпейтін, бірден шығатын шелпектің түрі. Міне осылай барлығын жайып аламыз да, одан кейін майымыз қызған кезде сақылдатып пісіріп аласыздар. Міне біріншісін салдым. Телефон қолымда болғандықтан сіздерге көрсетіп алайын деп, мына жерде дұрыс көрінбей қалыпты. Осылай кезек-кезек екі жағына аунатып пісіресіздер, көтеріліп, әп-әдемі болып шығады. Дәмді болып шығады, желініп кететін шелпек. Сондықтан еш уайымдамай осы рецептпен пісіріп көріңіздер. Мінекей бірден шығады. Осылай алып, майын кетіріп аласыздар да, қоя бересіздер. Барлығын осылай кезекпен кезек пісіріп аласыздар. Міне жақсы көтеріледі, көріп тұрғандарыңыздай. Міне шелпектерімізде дайын, пісіріп көріңіздер. Пісіріп көріп жатсаңыздар, міндетті түрде бөлісуді ұмытпаңыздар. Комментарий қалдырып, каналыма жазылып кетіңіздер.